Төрлетіңіздер. Рұқсат па? Иә, әрине. Рахмет. Аяқтарыңызды шешіп кіре беріңіздер. Болады ғой, иә? Башқала. Қанша бөлмелі үй? 3 бөлмелі үй. Тар енді, мынау. Спальня. Осындай үлкен емес, ремонты жоқ. В принципе, үйдің бәрі осындай. Үйде қанша адам тұрасыздар? Мен өзім балаларыммен ажырасқанмын ғой. Екінші бөлме, иә? Балаларды көрсем бер. Бұл детский. Балалар шұбыр бір жақта ұйықтайды. Зал ма? Иә, бүкіл бөлмені қарайсыз ба? Так, зал, иә? Иә, осындай кішкентай, тар, ескі. Үй өзіңіздікі ма? Жоқ, квартирамыз ғой. Уборка жасап жатқан, менде ескі болғаннан кейін қайта-қайта жинайсың. Біз как раз келгенбіз сонда. Кілем өзіңіздікі шығар енді? Иә? Так, біздер Clean House деген компаниядамыз. Біз пылесос сатамыз. Біздің пылесостар брендовый, качественный, немецкий, многофункциональный. Қазір біз сіздің кілеміңізге тексеріс жасаймыз. Жоқ, керек жоқ. Таптады, әуре болмаңыздар. Біздің пылесос бір кіріс шығар. Отношение зашпайды па? Брат, ойындамаңыздар. Біз сіздер танымаймыз ғой негізі. Кешіріңіздер. Пылесос сатып жүр екен. Болды ма? Өзіңді үйреніп алсаң болады ма? Ұғыт оқу. Рахмет, досым. Давай. Жақсы, рахмет, дос. Лучше ракемді астын қақпай, үсті алады ғой. Бітеліп қалдық та. Болды, конечно. Дос, если асығыс болмасаң, шай ішіп кет. Давай сөзейік, шай ішіп алайықшы. Жоқ, асығыс болмасаң. Че, нормально уақыт бар ғой. Клиенттер күтіп қалмасын. Жоқ, ше, нормально, не болды? Да, мен кесірмен клиенттен айырылып қалма деп отқанмын. Қардас, ішек, Айкоға айтшы. Шай. Мен бір аяқ киім киіп алғансың ғой, асығыс шығады ойлап тұрмын. Жоқ, нормально, не болды, Арыстан? Не болды, Арыстан не болды? Ырылдай алмай тұрсың. Жоқ, сол Арыстан ғой. Мысық болып тұрсың? Мен Ішесің бе, ішпейсің бе? сүт әкеліп бере ме саған? Шай ішесің бе, ішпейсің? Ачық ішеміз ішейік. Қазір мен шай қойғанда кетіп қалып жүрмейді. Қайда кетемін осындамын? Егер қорқып тұрса кете берейін. Қумаш қайда қорыққан? Ішесің ғой? Кете берейін. Қумаш, дұрыс еш. Айтшы. Қатын, тамақ пісірші, мен досым қарны ашып тұр. Манты ма? Манты? Плов шеше, плов, мантысыз. Плов пісір, күріштерін турамай, пісір дұрыстап. Сосын бауырсақтарын обязательно пісір, қарны ашады, далада жүрген адам емес. Қияр, помидорын турада дұрыс, нормально салат істеші сосын. Тез бос бұл сыра жүрмей. Не істеп тұрсың? Көмектесейін бе деген ғой? Ба? Не үшін? Бар сырма көмектес. Сосын, как болғасын, бізді шақырасың ғой, да? Сырым деймін ба? Сырымды ішінші, пожалуйста. Жарайды, бірақ ұзақ. Күтеміз ғой? Жарайды. Әлі дұрыс емес еді. Күжейді ме? Қылмыш емес қой. Арыстан есть, Арыстан да. Кім керек? Кешіріңіз, мына үйде Айжан Сейітқалиева деген жалғыз бас ана тұра ма? Жалғыз басты нес? Енді ажырасқаннан кейін жалғыз басты болмай ма? Қой, ажырасқан нес? Сен шатасып кетіп тұрған сияқтысың. Айжан өзі де кел. Айжан, мына кісі сені ажырасқан жалғыз басты дей ме, шатасып кетіп тұрған сияқты. Кім? Сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Сіз Айжан Сейітқалиевасыз ба? Иә. Өткен жолы жалғыз бастағанға арналған үйге өтінім қалдырған екенсіз. Қой, не дейді? Иә.
Айгүл апа, мен сізге айтпаймын деп ойлағам ғой. Біз сырым екеуміз ажырасып кеттік. Неден? Құдай сақтасын. Аманшылық па? Біз бұрыннан бір-бірімізге суып кеткенбіз ғой. Ай, суығанда кеше ғана дауыстарың шығып бақытты болып отыратындар ғой. Жоқ, ол ондай дыбыстар емес. Мен сізге кейін айтып берем. Үйге кіріңіз, жүріңіз. Я, кейін айтасың ғой. Просто кеше сырым ертеңгісін үйде жүреді дегенім ғой. Сол ғой. Қол босаған сайын келіп ұрып тұрады мені. Таң демейді, түн демейді. Қой, ол ондай емес. Тым жақсы бала ғой, не айтып тұрсың? Ой, Айгүл апа, сіз сырымды білмейсіз ғой. Ол көзіме шөп салады. Құмар ойындар ойнайтыны бар. Содан соң ұтылған сайын келіп менен өшін алады. Жарайды, мен шыдаймын ғой, мейлі. Просто балаларым үшін ажырастым. Ах, оңбаған, сондай бар де. Әй, комиссия бала айтшы. Әйелге қол көтерген еркек емес қой. О, міне, мына қыз лайықты. Осындай қызға беру керек үйді. 4 баланың анасы. Осы уақытқа дейін анадай қайуанға шыдап жүрген. Айгүл апай деп ыржың етіп жүретін. Сонда маған білдікпей деп әне істеп жүр екен ғой. 2 жылда аферист. Үйге бір тексеріс па? Жоқ, болды, мен тіркеп қойдым. Комиссия келді деп мұнда қол қоя салыңыз. Тексерістен өттім ба? Жоқ, әлі үйді тексеріп астен кіргізетіндер бөлек. Одан кейін бөлек тағы комиссиялар бар. Сау болыңыздар. Сонда не жүрсіздер? Давайте ба. О, Айгүл апа қалайсыз? Келіңіз, көтеріп жіберейін. Кетей, тап қолыңды оңбаған. Аманшылық па, сөйтіп? Неғып жүрсің? Неғып жүргеніңіз? Үйге келе жатырмын, білесіз ғой. Ойбай, ұялмай үйге келе жатырмын деп қойып, тағы бірдеңе білдірейін деп жүрсің ғой, я? Ой, жоқ, үйге келе жатырмын жай. Жақсы, көмектеспей ақ қояйын. Сап беріңіз. Ұятсыз, ұялмайды екенсің, үйге келе жатырмын деп қойып, білдірейін деп жүр ғой тағы бірдеңені. Не трубкаңды алмайсың? Ой, сен білем ғой, дүкенге бар, қайсыз. Қайдағы дүкен? Айгүл апа бәрін біліп қойды. Кетші. Иә. Айгүл апа білді деген сөз, уже бәрі біледі деген сөз ғой. Қайдан біліп қойған ол? Бағана комиссия келді ғой. Қойш. Иә. Сол кезде апам қатар шығып тұрып алған ғой. Сосын ана комиссия біліп қоймасын деп бәрін айтуға тура келді. Бәсе, жаңа подъездің алдында мені көріп жын көргендей ашуланды ғой, бар ма? Сезіп едім, бар ма? Қойш. Әлі сен соттағыдай балпылдап мені ұрып